We all should stand resolutely for the Universal Declaration on the Achievement. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа эпиграмма. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Америкаға сапары кезінде Біріккен ұлттар ұйымының төрінен жасаған қазақша, ағылшынша, қысқа да нұсқа әрі мағыналы баяндамасын ғаламтордан тыңдап, көңіліміз толып отыр. Ол бүкіл әлем алдында Қазақстанның зайырлы демократиялық елдер қатарына қосылуға ұмтылатынын мәлімдеді. Айтқаны келсін. Текті әкенің кемелдей, текті ұлы нартолға. Үміт күтіп өзінен қазағын тұр артында. Тығырыққа тірелген ел тағдыры қолында. Абыл айдай алып шық қиындықтан тартынба. Қасым ханды қайталап саласың ба қасқа жол? Заманға сай зайырлы таңдайсың ба басқа жол? Әлде елбасы көрсеткен нұрлы жолға түсіп ап, уәдеменен қарық қып жүресің бе оңды сол? Жылатпашы халқынды қай жолменен жүрсен де, жағдайын көтер кедейдің мұнайды бөліп берсен де, халыққа бер билікті, биліктен қайтар байлықты, елің менен бірге бол, жаласаң да күлсен де.